Баршаңызға сәлем. НАСА бұл атауды сіз өміріңізде бір ретте болсын естігеніңізге сенімдімін. Аспан әлемін, өзге ғаламшарларды зерттеумен айналысатын осы бір үлкен ұйымның адамзаттан жасырған қандай құпиясы бар? Барак Обама Марсқа ұшқаны рас па? Нил Армстронг айға бірінші болып ұшты ма? Әлде ақш бізді алдады ма? Осы және өзге де қызықты сұрақтардың жауабын бірге талқылайтын боламыз. Нил Армстронг 1966 жылы айға барған алғашқы адам болды. Мұны американдықтар айтып қана қоймай, дәлелдеді. Армстронгтың ай бетін шарлап, ту тіккенін баяндайтын бейне жазба да бар. Алайда айға бірінші Армстронгтың аяқ басқандығына күмән келтіретін фактілер де жоқ емес. Егер дәл сол бейнебаянға анықтап қарайтын болсаңыз, шындыққа жанаспайтын тұстарын байқайсыз. Бірінші, мына бір бейне жазбаға жақсылап мән берсеңіз, бұлар айда емес, жерде жүрген іспетті. Себебі ол жақта тартылыс күші болмауы себепті адам өте баяу қозғалуы керек, ал бұлардың қозғалысы күдікті көрінеді. Әрі бұл жерден тудың желбірегенін байқауыңызға болады. Егер бұлар жерде болмаса, айда қайдағы жел? Осы бір бейне баян адам ойына еріксіз күдік ұялатады. Енді мына суреттерге назар салайық. Ғарышкер ғарыш кемесінен секіруде, оның көлеңкеде тұрғанына қарамастан өзі анық көрініп тұр. Бұлардың барлығы жасанды дүние болуы мүмкін бе? Сіз бұл жайлы не ойлайсыз? НАСА ай бетіне шынымен адам ұшырды ма? Жоқ, әлде сол уақытта Ресейдің алдына шығуды көздеген ақштың бір ойыны ма? Пікіріңізді төменге қалдырып кетіңіз. Марсты жарылыс болды десем сенер ме едіңіз? Иә, бұл ол жақта болу ықтималдығы өте жоғары жағдай. Себебі ол жақта уран элементі көп болуы, әрі Марстың күн түсетін қабатында өте ыстық болуы себепті жарылыс орын алуы мүмкін дейді ғалымдар. Бірақ ол жақта осындай жағдай орын алған күннің өзінде жерге әсері 1 миллиард жылдан соң болады екен. Бірақ осы бір алыс мекенге Илон Маск адамзатты отарлата отырып, 2050 жылы адам санын 1 миллионға жеткізіп, қала тұрғызуды жоспарлауда. Бірақ Илон Маск салуды көздеген қала Марстағы ең алғашқы қала болмауы мүмкін. Себебі соңғы уақытта Марста бұрын өзге ғаламшарлықтар өмір сүргенін және солардан қалған тастанды қалалар бар екен айтылуда. Бірақ бұл ақпаратты НАСА растамай отыр. 2016 жылы шілденің 9 күні НАСА тарапынан халыққа аспан әлемін көрсету мақсатындағы тікелей эфир өтіп жатқан еді. Бірақ аспаннан белгісіз қозғалатын жарықтар пайда болғаны сол еді. Тікелей эфир үзіліп кеткен. Мұны кейін НАСА техникалық ақау дегенімен, жұрт оны өзге ғаламшарлықтармен байланысты деп топшылаған еді. Барак Обама Марсқа ұшты дегенге сенесіз бе? Бір қарағанда адамның күлкісін келтіретін осы бір ақпаратты қуаттайтын ақпараттар да бар. 2009 және 2017 жылы президент болған уақытында уақыт машинасын пайдаланып, 1980 жылдағы Марсқа барып қайтқан деседі. Вашингтон қаласындағы заңгер Эндрю Васиого және ғалым Уильям Стиллингс экс-президенті Барак Обаманы Калифорниядағы Сискиус деген колледжде Марсқа жібергенін растап отыр. Бұл сапарда Барак Обамамен бірге 10 бала бірге ұшқанымен барлығы үкімет тарапынан жасырылған деседі. Сіз бұл жайлы қандай ойдасыз? Қазіргі уақытта расымен де уақыт машинасы бар болғаны ма? Әлде жай ғана жұртты дүрліктіру ме? Бейресми ақпараттарға сәйкес НАСА және Америка өзге ғаламшарлықтармен байланыста деседі. Себебі интернетке қойылған бөгде ғаламшарлықтар жайлы ақпараттар біраз уақыт өткен соң әлеуметтік желіден жоғалып кетеді екен. Ал бұның бар сыры НАСА және өзге ғаламшарлықтардың ісі дейді. Сіз өзге ғаламшарлықтар бар дегенге сенесіз бе? НАСАның адамзаттан шынымен де жасырғаны бар ма? Пікіріңізді төменге қалдыра кетіңіз. Егер видеомыз ұнаса, көңіліңізден шықса, лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Сіз үшін оттаймыз.